бірінің Амина келе жатыр. Соны нервыма тиетші. Келсе келе берсінші. Бетіне айтып салмайсың ба? Жарайды, қазір барлығын айтамын оған. Сәлем, қалайсың, Дильназ? Не болды? Тұраяна, сен деген не үшін мен орныма отырып алғансың? Оған тиіспе. Оны мен шақырдым. Сенімен енді мен дос болғым келмейді. Не болды, Дильназ, мен саған не істеп қойдым соншалықты дос болмайтындай? Сосын қоңырауды айтамын, себебі қазір айтсам ағай ұрсады. Және де ары тұршы, вообще сасып тұрсың ғой. Қумашы, мен сенің сүйікті духинді себебін ғой. Бәрібір де сасып тұршын, басшы неқа. Дос болмаса дос болмай қой. Мен сенің алдында жалынып отырам ба? Дильназ, айтшы енді, не үшін менімен дос болмайсың енді? Мен сенің кеше видеоңды көріп қалып едім, сенің өзіңнің туған емессің. Қалай сен өзіңе қатыгездік істегеніңді? Қумаш, қайдағы қатыгездік? Мен оны өте қатты жақсы көремін. Я, саған өте қатты жақсы көресің. Сен оған кәдімгідей грубо сөйлеп, ағайлап тұрсың ғой. Кәне, көрсетші. Мен мына жерін монтаждап алып тастаған сияқты едім ғой. Енді егер екеуміз ұрысып қалсақ, сен де мен осылай қорлайсың деп ойлап, енді сенімен дос болғым келмейді. Және бұрыннан сен басқаларды кемсітіп, өзіңді жақсы қылып санайтын едің, өзіңді ең күшті қылып санайтын едің. Бірақ та Дильназ екеуміз лучше подруга едік қой. Ал енді лучше подруга емеспіз. Енді маған етіп жалынып жүрмеш. Мынау жынды болып қалған ба? Туй бір барлық ана қыздың кесірінен. Егер ол деген жыламаса, мен оған ұспайтын едім ғой. Ал ұспасам, Дильназ менімен дос болмай қоятын еді. Туй бір барлығы соның кесірінен. Жаңа реакциясын түсірейін деп едім ғой. Жарайды, бірақ та Дильназды не қылам ол? Жүре берсін өз-өзімен. Айтпақшы, әпке, сіздің не үшін көңіліңіз жоқ? Ештеңке саған қатысты емес. Айтыңызшы, өтінем, үлкендердің ісіне араласпасаңшы. Бірақ та мен де негізі саған айтатын нәрсем бар. Иә, кеше мен деген саған пранк істеп едім ғой, есіңде ма? Иә, сол өте күлкілі болды, иә, маған өте қатты ұнады. Не? Саған ұнады ма не? Иә, қызық болды ғой. Бірақ та сен жылап қалып едің ғой. Енді кішкене аяғым ауырып қалды. Негізі қазір де ауырып жатыр. Бірақ та маған сіздің пранкыңыз ұнады. Ал маған сенің реакцияң ұнады. Сонымен не үшін көңіл күйіңіз жоқ болды? Сол видео үшін мен деген өзімнің құрбыммен енді ұрсысып қалдым дейінші. Кешіріңізші, өтінем, мен деген жылайын деген жоқпын негізі. Шыдап тұруым керек еді ше. Ештеңке етпейді. Жүр болды, үйге қайтайық. Кешке дейін отырамыз ба осы жерде? Жарайды, кеттік. Бір шаршап келдім ғой. Бағанағы жерде көп отырмауымыз керек еді, әйтпесе ертерек қайтатын едік. Иә, енді қазір ұрсады бізге, не үшін кеш келдіңдер деп. Жарайды, звонокқа басайын. Неге әлі ешкім ашпай тұр? Мүмкін естімей қалған шығар? Жарайды, мүмкін есік ашық шығар, ашып көрейік. Ашық емес есік. Енді не істейміз? Білмеймін, жарайды, қазір мен мамаға звондап көрейін. Алло, мама. Не болды, қызым? Сіздер үйде емессіздер ма не? Иә, мен саған таңертең айтып кетіп едім ғой, жұмысқа барамыз деп. Ой, есімнен шығып кетті ғой. Мам, бірден айтайыншы. Не болды?
Біз енді Айдана екеуміз үйге келіп тұр едік, бірақ та есік ашылмай тұр, яғни ешқайсыларыңыз жоқ қой. Енді кілтпен ашсай. Мам, сол алдында негізі кілтін жоғалтып алып едім, бірақ та сізге айтпағанмын, сіз ұрсады деп. Ой, жынды қыз. Енді күте тұрыңдар. Қазір жарты сағатта келіп қаламыз. Жарайды. Жарты сағатта келіп қаламыз дейді ғой. Енді далада тоңып күтіп отыру керек. Кел мына жерге отыр. Мә, сестренка болған күшті ғой. Я, менің де отбасым жоқ еді. Қалай сонда? Яғни отбасым жоқ еді дегенде, бұрында мені басқа біреулер асырап алған. Сол кезде бірақ та маған мүлдем күн көрсетпеген ғой. Ал сендердің отбасыларың күшті екен, әсіресе сен өте күштісің. Ой, рахмет. Сен де өте күлкілі қызық қыз екенсің. Рахмет. Сенмен вообще іш пыспайды, және де мен сенмен жаман обращаться еткеніме өтінемін, кешірші мені. Жарайды, кешіремін әрине. Сөйтіп достар олар бірге достасып кетеді.